Қаланың қақ ортасына көрік берген бұл мешіттің құрылысы 2008 жылы басталды. Әртүрлі себептермен құрылыс аяқсыз қалды. Сақалды құрылысқа жеке қаржысын салып, толығымен аяқтауға Тастекеевтер әулеті ниет білдірді. Бүгінде Семей жұртшылығы халықаралық Наурыз мерекесімен қатар тағы да бір қызықтың куәсі болып отыр. Семейде көктемгі күн мен түннің теңескен күні Абай атындағы жаңа мешіттің салтанатты ашылуы өтті. Семейдегі мешіт қашан салынады деген көптің сұрағының жауабын 2018 жылы Дулат Тастекеев шешуге кіріскен болатын. Меценат өз қаражатына құрылысты қайта жандандырып, бүгінде халық игілігіне ұсынып отыр. Енді жалпы сезіміміз қазіргі бір үлкен толқыныста, тебіреністе тұрмыз. Себебі 2,5 жыл бойы бұл құрылыс жүрді. Біздің алғашқы бастаған уақыттағы ниетіміз, ойымыз 2 жылдың ішінде аяқтап, 2020 жылдың тамыз айында Абай атамыздың туған күнінің қарсаңында 75 жылдыққа тарту етеміз деген ішкі ниетіміз болған. Сондықтан да ұлыстың ұлы күні әз Наурыз, ақкүрек жел ескен, күн мен түн теңескен нағыз әз Наурыз мейрамымыздың қарсаңында осы мешітіміздің қолданысқа берілуі жалпы өзім үшін үлкен қуаныш. Сонымен қатар біздің бүкіл Семей халық үшін үлкен қуаныш деп ойлаймын. Себебі бұл мешітті халық 15 жылға жуық уақыт тосты. Жаңа 4 мұнаралы мешітке ұлы жерлесіміз Абай Құнанбаевтың есімі берілді. Ғимарат 2500 адамға есептелген. Алтын түстес мұнаралардың биіктігі 37 метр. Ашылу салтанатына Қазақстан Республикасының бас мүфтиі Наурызбай Қажы Тағанұлы, дін өкілдері мен қала басшылығы қатысты. Өз сөзінде қала әкімі Нұрымбет Сақтағанов құрылысқа қатысы бар барлық адамдарға алғыс айтып, семейліктерді көптен күткен мешіттің ашылуымен құттықтады. Қала тұрғындарын құттықтауға атақты қазақ ақыны Мұхтар Шаханов пен театр және кино режиссері Асанәлі Әшімов те келді. Бұл мешіт Семей халқы үшін көп күткен, көп армандаған сондай бір қуанышты күн. Сол Алла нәсіп етіп, мінекей қос мереке деп айтуға болады. Бүгін әз Наурыз мерекесі күні және мына мешіттің ашылу мерекесі қосылып, ерекше Семей халқына бір қуаныш сыйлап отыр. Аллаға шүкір, қуаныш ұзағынан болсын дейміз. Дулат Тастекеевтің айтуынша, құрылысты өткен жылдың тамыз айында Абайдың 175 жылдығына орай аяқтау жоспарланған. Бірақ коронавирустық пандемияға байланысты бүгінге созылды. Ештен кеш жақсы деп жақсылыққа жорған қазақ даласы Семей қаласындағы серпілістің куәгері болды. Қарт шыңғыс аман болсын, ұлы дала, жаратқан сыйғып тартқан мұныма